Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақалалық бағдарламасы табысты болудың басты факторы білім екеніне назар аударылды. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Себебі құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді деп атап өткен мемлекет басшысы. Мектеп жұмысын жандандыру үшін әрбір ұжым мүшесінің бірден бір келелісі ұйымшылдықты сақтау, білім беру мен тәрбиенің үдерісін ізгілендіру, шығармашылық орта жасай отырып, жұмыс сапасын арттыру, кәсіби шеберлік, интеллектуалдық, мәдени шығармашылық дәрежені мектеп беделін көтеру болып табылады. Адамның өмірінде абыройлы болмағы алдымен Алладан, одан кейін өзінен шығар. Жаратушы біреуді еңіске, біреуді тегіске салып сынайды. Сол сында сынып кетпегеннің маңдайы жарық, мерейі үстем. Ол олма, асыл туған, асып туған кей тұлғалар өзгелердің алдына түсіп, көне грек аңызындағы даңқы ұқсап, өз кеудесінен жұлып алған жүрегінің жарығымен жол бастайды. Бір қауым елдің тағдырын осы жол шешеді. Ұстаз еңбегінің жемісі мен мектеп түлектерінің жақсы жетістіктері мектеп беделін әр қашанда биіктетіп отырады. Білім жолындағы жетістіктер саналы тәрбиемен махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені елдіктің асқақ өлеңі жан жаққа тартпай қазағым бір сөзге жинал дегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені жан емес маған керегі көк тудың желбірегені көк тудың желбірегені өлеңі жан жаққа тартпай қазағым бір сөзге жинал дегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан
жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Бақыттың елжірегені, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Білім жолындағы жетістіктер саналы тәрбиемен тығыз байланысты болады. Көздеген мақсаттарға жетудің бір жолы ұжымда береке, бірлікті, ынтымақтастықты арттыра отырып, мәңгілік ел ұрпақтарына сапалы білім, саналы тәрбие беру. Ұжымды басшы ретінде басқара отырып, оны жетістіктерге жеткізудегі негізгі принципім алға ұмтылуға қозғау салу. Сол арқылы жетістікке жету. Көк тудың желбірегені.